жақсысың да аман есен. Hadi öyle ұстап отырасың. Өзіме кафеге барайыншы. Ау жаным, Өзіме кафеге барайықшы. не дейсің? Кафеге барайықшы. Дауысыңды шығар айтшы. Кафеге барайықшы деймін. Кафе? Жаңа ғана өлейін деп отыр. Кафеге айтаршы. Так, тапсырыстарымыз қабылданды. 5 минутта дайын болады. Басқа ештеңе қажет емес пе? Жоқ, қажет емес. Тек өзіңде отырсай. Болды қазір. Зор екен, е? Бұндай таза ауада отырып тамақтанбағалы қай заман. Қалбиымның арқасында бір шашлық жеп қалатын болдық та. Жеп алайық, масқара заказ бердің ғой сен. Төлей алмай қайтып. Мен жаңа бүкіл ақшамды дәрігерге беріп кеттім ғой әйтеуір. Қалдыбай, берсе қатының беріп жатыр бар заказды. Ыдыс-аяқ жуып отпай қазір төлей алмай. Ой, уайымдамаңыздар. Қалдыбай, Мито сияқты досың бар да, ештеңені уайымдамаңыз. Ақша деген жетеді менде. Смело. Тарелкінің гүліндей яу, текеметтің түріндей яу. Бір жерімізге қарап жеу керек еді, айттым жаңа соны. Маған қарап айтып отырсың? Митоға айтсаңшы. Митоға заказ бере беріңдер, өзім төлеймін деген. Ойбай, мен қақтан білейін? 42.500-ге запрос жіберген ғой. Сөйтсем 3 күннен кейін сөйлеген ғой. Енді 3 күн соң күтіп, 3 күн ыдыс жуамыз бен үйімізде жумаған ыдысты. Өздерінде өлгенше заказ беріңдер да. Мансар Қалбибіге жәрдем берсіндер. Мұздай суға салға болмайды ғой қолын. Қалдыбай, менің балам ғана жеді ма табақты? Қатының ғой бар заказды берген. Айқайлама. Кейде осындай кезде махаббатың ашылып қалады екен де сен. Мен саған жаным ашып жатыр. Операциядан шыққан жоқсың ба қазір? Операция емес, операция. Қалдыбай, менде бір ой бар. Бәрін тастап, қашып кетейік та. Мито, сен жынсың ба? Соңғы тарелка қалды ғой, жуайық та, абыроймен кетейік. Көтеріп тұршы насарынан бүйтіп. Бұл да таусылмайды екен,